1971 жылы әдебиетте елеулі шоқиға болды. Оның бірі жазушылардың кезекті 5-ші съезі, қалған екеуі салтанатты жиын. Абайдың туғанына 125 жыл, Достоевскийдің туғанына 150 жыл толу мерекелер еді. Жазушылар съезінде республиканың бірінші басшысы сөйлейтін әдет тағы бар. Сол дәстүр бұл жолы да қайталанатын болды. Бұған дейін басқа республикалардың көбінде жазушылар съезі өткен еді. Соның бәрінде де республикалардың бірінші басшылары сөз сөйледі. Осыған қарап біздер де Қонаев сөйлейтін болар деген тұжырымға келдік. Қонаевқа дереу баяндама әзірлеу керек болды. Бұрын бірге жұмыс істеп жүрген Жұмабаев та жазушы баспасына директор болып кетті. Осындайда көп септігі тиетін Владимиров те Қонаевқа көмекші болып ауысты. Әдебиет секторында жалғыз қалған екем. Бар ауыртпашылық бір өзіме түсті. Бір жұма бойы сарылып, көздің майын тауысып, бар білгенімді айтып, Қонаевқа осы жарасады-ау деген ой пікірлерді ортаға салып, баяндаманың алғашқы нұсқасын жасап шықтым. 30 шақты бет болды. Съезге 2-3 күн қалғанда Имашев алдағы жиналыстың шаруасымен Есенәлиев пен Устиновты мені бөлмесіне шақырды. Әдеттегісінше қара былғарымен қапталған орындығында бізге бажырая қарап біраз отырды да, астындағы орындығымен қоса бір рет дөңгеленіп, шыр айналып шығып, бізді сынағандай тіксініп қадала қалды. Алдындағы мен дайындаған қағазды қолына алып тағы қарады. Қағаз көзіме оттай басылып, жүрегім зу ете түсті. Бастықтардың әкімшілік нұсқауы, кемшілікті байқайтын көрегендігі болмаса, оның несі бастық? Тағы да не шикілік тауып, қандай олқылықтарды көзге шұқыр екен деп қылпылдап отырым. Баяндама мына түрімен жарамайды деп Имашев теңселіп алып, қолындағы қағазды қайтадан үстелдің үстіне тастады. Көңіліміз жабырқау тартты. Денесі толық, бойы ауырлау адам еді. Бұғағы қатпарланып, сөзі бізге қатты әсер етіп, ұнжырғамызды түсіргеніне риза болғандай, астындағы орындығын сықырлатып, шалқая түсті. Қонаев съезде сөйлемейтін болды деді. Менің сөйлеуіме тура кеп тұр. Ал мына баяндама Димаш Ахметовичке дайындалғандықтан маған жарамайды. Проблемалар, мәселелер көтеріп, бүкіл жазушыларға, интеллигенцияға ақыл кеңес айтып, басшылық нұсқау беріп, бағыт сілтеу ол кісіге жарасқанмен маған келмейді. Баяндама мүлдем қайта жасалу керек. Мен нақты мәселелерге тоқтап, нақты мысалдар келтіруім керек. Сын жағы көбірек болған жөн. Біз төбеден бірі ұрғандай мелшиіп отырып қалдық. Ескертпелер бойынша сақ-түйек өзгерістер енгізіп, кей жерлерін өңдеп, түзеп шығып, тез құтылатын шығармын деген үмітім бар еді, олай болмады. Бәрін қайта қарау керек сияқты. Ендеше бұдан асқан азап болар ма? Бар білгенімді, барлық қайрат жігерімді сарқып болып, тағы да осы тақырыпқа отырудан қиын нәрсе жоқ шығар. 2 күн мерзім берем, осы уақытта үлгеріңдер деді Имашев. Біз хатшымызға дау айта алмадық. Қай тұрғыдан қалай жазамыз, қандай ойлар айту керек, оны да сұрай алмадық. Ол кезде ондай дәстүр болмайтын. Бастықтар ой пікір айтуды білмейді, ішімдегіні тап деп қарап отырады. Әрине, біреудің көңілінен шығу оңай емес. Оның қандай ойы барын, не айтқысы келетінін ішіне кіріп шықпасаң қайдан білесің? Хатшы алдындағы баяндаманы өзімізге қайтарып берді. Ананы істе, мынаны істе демеді. Тіпті бұл қағаздың қай жері жарамды, қай жері жарамсыз, ол туралы да жұмған аузын ашпады. Қалай түзеу керек, нені алып, нені қосу керегі біз түгіл, оның өзіне де белгісіз жайма деймін. Нақты пікір айтпай, болжайлап, басшылық нұсқаумен ғана тынатын үлкен бастықтардың әдеті емес пе? Осы әдеттен озып қайда барасың? Нақты ойымыз, нақты тапсырмамыз жоқ. Бұлдыраған бұлыңғыр нұсқау алып шықтық. Әйтеуір теңдесі жоқ, ешкім айтпаған ойды, жұрт таң қалатын пікірді айтуымыз керек. Хатшының жалпы жөн сілтеуінен осыны ұқтық.
Салымыз суға кетіп, Есенәлиевтің бөлмесіне қайта келдік. Жағдайдың бұлай өзгергені оған да қатты батқан сияқты. Ал енді екеулеп қайта отырыңдар. Басқа амал жоқ деді. Устинов екеуміз баяндаманы қолтықтап оның бөлмесіне бардық. Мен де біраз материалдар қарайын. Өз ойларымды қағазға түсіріп көрейін. Сен де өз бетіңше Имашевқа айтуға болады деген ойларыңды жазып шық. Мысалдар келтір, әсіресе сын материалдар керек деді Устинов. Устинов бөлім бастығының орынбасары. Оның да сөзі мен үшін бұйрықпен тең. Екеуміз де күні-түні отырып жазатынымызды жазып, ертеңіне бас қостық. Жазғанымыз мардымсыз. Барлық ой пікіріміз алғашқы жазылған баяндамада айтылған соң, енді не қосарсың? Альберт біраз пікірлерін жазыпты. Мен де бірер сын мысалдар тауыппын. Алғашқы баяндаманың түп нұсқасына осы пікірлер мен мысалдарды әр жеріне тыққыштап, өңдеп, өңін айналдырып, Имашевқа жарайтындай әлім перім түрге келтірдік. Бірақ алғашқы баяндаманың мазмұны тегіс қайта енді. Одан мүлдем қол үзу мүмкін емес. Имашевтың да стилі, қолтаңбасы бізге белгісіз. Оның қай тұрғыда, қандай мәндерді сөйлеуді ұнататынын білмейміз. Сынайтын шығармалар табыңдар дейді. Ал тапқан күнде қалай сынау керек? Әзіл оспақпен мінтаға сөйлей ме? Жоқ әлде төбеден ұрғандай төндіріп, есін тандыр айтама? Ол жағы да бізге белгісіз жай. Әйтеуір ақыр аяғында жабыла жүріп қарап, көптің қолы тиіп, қайта-қайта өңделіп, толықтырылып, қайта пішілген, өң айналған коллективті баяндама дайын болды. Бірақ өкініштісі бұл емес. Имашев съезде жаңағы коллективті баяндаманы оқығанда қанша азаптанып тапқан өткір мысалдарымыз бен пікірлерімізді жонып алып тастағанын байқадық. Баяндама баяғы алғашқы қалпына қайта түсіпті. Ешбір кедір бұдыры жоқ, өткір тұстары мұқалып, жып жылмағай жылтыр сөз боп шыға келді. Ендеше біздерді несіне осынша мазапқа салғанын түсінбедім. Съездің алдында Әлімжановтың есепті баяндамасымен таныстық. Баяндама мазмұнды, терең, өткір екен. Көп пікірлер айтылған. Әдебиеттің бүгінгі қол жеткен табыстарымен бірге кемшіліктері де көрсетілген. Баяндамаға бөлім тарапынан көп ескертпе жасалған жоқ. Кей жайларды айқындап, аша түсу керек болды. Әнуәрдің жастығыма, жоқ әлде осы кезде жазушылар одағы мен бөлімнің арасындағы шиеленістің тереңдеп, ынтымақтастықтың азая бастағаныма, бөлім жасаған ескертпелерді одақтың басшысы қабылдамай қарсы шықты. Баяндаманың алдында орталық комитеттің құттықтау хаты оқылатын болғандықтан, сөзіңді орталық комитетке ризашылық білдіріп, рахмет айтудан баста деген пікірді үзілді кесілді жауап бермей үнсіз қабылдады. Сол кездегі осы бір штампқа айналған жаттанды сөзді айту міндетті шарт еді. Бірақ кейін съезде сөйлеген сөзінде Әнуар бұл шартты орындамады. Орталық комитетке рахметін айтпады. Екінші бір ескертпе баяндамадағы арамызда жікшілдік бар. Кейбір жазушылар одақтағы қарым-қатынасын жерлестік, топтық принципке құрады деп тұспалдап айтқан екі-үшті ойлары дүдамал деп табылды. Бөлім меңгерушісі бұл пікірдің дәлелсіз екенін ескертіп, бұл тезисті айқындап, аша түсуін, ал ондай нақты дәлелі болмаса, баяндамадан алып тастауын талап етті. Әнуарда шырт етпе мінезіне басып, алмайым деп қасарысып қалды. Бұл кімдерді меңзегенің деген сұраққа Нұрпейісовті айтып отырым деп жауап берді. Бөлімнің бұл ұсынысын қабылдамады. Қайта баяндамасында жаңағы пікірін одан сайын тереңдетіп, бұл бөлімді әсірелеп күшейте түсті. Бұл аз болғандай осы съезде Тәкен Әлімқұлов Нұрпейісовтың қан мен теріне сын айтты. Мұны да съезге қатынасқан жұрт тегіс білет. Әбдіжәміл дереу жауап бергісі келіп еді. Онсыз да шиеленісіп тұрған жағдай қайтадан тереңдеп, ұшқындап кетер деп қауіптенген бөлім басшысы Әбдіжәмілге басу айтып, райынан қайтарды. Әбдіжәміл сөз алған жоқ.
Тәкеннің сөзіне қарсы пікір айтқан москвалық сыншы, әдебиетші Зоя Кедрина мен белгілі ақын Қайсын Құлиев болды. Олар Тәкеннің бұл сыны орынсыз, бір жақты екенін айтып, кітапты жоғары бағалап араша түсті. Есенәлиев осы бір жанжалды одан әрі өршітпейін деп қанша әрекеттенгенмен бәрібір даудамаймен бітті. Қазақ әдебиеті газетінде съезден берілген есепте бұл сын қысқартылмай толық қалпында берілген екен. Бұл бөлімге де Нұрпейісовке де ұнамады. Мен бұл жайға жеке пікірімді білдірмей-ақ, сол кезде басшыларға жазылған мәлімдеме қағаздан үзінді келтірейін. Әлімқұлов съездегі сөйлеген сөзінде Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» романын көркем шығарма ретінде қатты сынап, әділ баға бере алмады. Әлімқұловтың пікірімен Кедрина, Құлиев және басқалар келіспеді, қарсы шықты. Жолдас Әлімжанов та өзінің қорытынды сөзінде бұл мәселе туралы ештеңе айтпады. Қазақ әдебиеті газетінде съезден жарияланған материалда Әлімқұловтың сөзіне көбірек орын беріліп, оған қарсы пікір айтушылар атаусыз қалды. Әбдіжәміл Нұрпейісов мұны Әлімжановтың өзіне қарсы жасаған әрекеті деп санайды. Бұл мәселе мәдениет бөлімінде арнайы талқыланып, әңгіме өткізілгеннен кейін жаңағыдай жай өзара өкпе айту байқалмады деп жазыппыз. Жазушылар съезінен кейін іле-шала мамырдың 28 күні Абайдың туғанына 125 жыл толу мерекесі аталды. Съезде емес, бұл мереке салтанатты, сәулетті, үлкен ұйымшылдықпен өтті. Абайдың мерекесі дүрілдеп өткенде, осы өңірде айдауда болып, біраз жылын осында өткізген Достоевскийдің туғанына 150 жыл толуын қалай атамассың? Бұғанда жан-жақты дайындық жүргізіліп, шаралар белгіленді. Достоевскийдің жаңа музейі салынды, Москвадан, Ленинградтан делегациялар шақырылды. Республикадан беделді топ құрылды. Бүкіл одақтық комиссияға Нұрпейісов мүше боп енді. Қазақстан жазушылар одағы да өз тарапынан шаралар белгілеп, ұйымдастыру жұмыстарын жүргізіп жатты. Мереке күні жақындаған кезде жазушылар одағы орталық комитетке ұйымдық шаралардың Астанада, Семейде өтетін салтанатты жиындардың жоспарын тапсырды. Алматыда өтетін жиында баяндамашы Нұрпейісов екені атап өтілген. Бөлімде осындай жоспардың барын естіген болу керек, Әбдіжәміл орталық комитетке келді. Біздің бөлім ол кезде үкімет үйінің Панфилов көшесі жағындағы қанатының бірінші қабатында еді. Бөлімнің бар бөлмелері кең дәліздің ең түкпірінде бір жерге шоғырланған. Устинов мені шақырған соң бөлмесіне кіріп едім, қасында Әбдіжәміл отыр екен. Устинов алдындағы жоспарды қарап, әр жерін бір түртіп қойып отыр. Әбдіжәміл бір түрлі көңілсіз. Қастарына келіп, әңгімелеріне құлақ түріп едім, Әбдіжәміл одаққа, оның басшыларына өкпесін шағып отыр екен. Қарап отырсам, оның да өкпесінің жөні бар сияқты. Бүкіл одақтық комиссияның мүшесі Алматыда өтетін үлкен жиналыста Достоевский туралы баяндама жасайтында өзі. Бірақ осы мерекеге қандай әзірлік барын білмейді. Одақтың жоспарынан да бейхабар. Одақтағылардың еш қайсысы мұнымен ақылдасып кеңеспепті. Жоспарлармен таныстырмапты. Осы өкпесін айтып, Әнуармен сөйлескен екен, араларында кикілжің туып, біраз сөзге келіпті. Кейін Әнуармен сөйлескенде, оның да бұған айтар қарсы дауы бар екен. Әбдіжәміл үйінде жатып алып, жоспарларыңды маған көрсетіңдер, менімен келісіңдер дейтін көрінеді. Әлімжанов пен Есенберлин оның бұл әміріне шамданып, керек болса өзің кеп таныс, сенің келісіміңді сұрап жүруге уақыт жоқ дейтін көрінеді. Реніштің бар тарихы осы. Устинов Нұрпейісовтың бұл талап тілегін шағымын қостап, Әнуарға телефон соқты. Жаңа қарада әңгіме болған жайларды тізіп айта бастап еді, Әнуар сөзін бөлген сияқты. «Иә, менде отыр», деді әлден соң Устинов. Әр жақтан Әнуар телефонда Нұрпейісовке берші деді ме, жоқ басқа бірдем айтты ма, Устинов қолындағы трубканы Нұрпейісовке ұсынды. Әлімжановпен сөйлесші деді. Нұрпейісов Әлімжановпен көп сөзге келген жоқ.
шартта шұрт шапылдасып шарпысып қалды. Әлден соң мальчишка деп айқайлап, қолындағы трубканы тастай салды. Устинов екеуміз сасып қалдық. Устинов та бұларды өзара келістірем деп телефон сынғанына өкініп отырған сияқты. Көзі бақырай үнсіз қалды. Жаңағы жап-жақсы басталған әңгімеміздің шырқы бұзылды. 5-6 минут бірге отырдық та Әбдіжәміл екеуміз бөлмеден шықтық. Есік алдында Әнуар еңкелен қағып қарсы шықты. Қимылы шапшаң, қабағын түйіп, қатуланып алған. Келе Нұрпейісовке дүрсе қоя берді. Екеуі тағы да шартта шұрт сөзге келіп, бір-біріне біраз сөз айтып тастады. Қарап тұрып мен састым. Жаймекем емес, орталық комитеттің кеңсесі, шұрт мұнда шақырумен келіп, рұқсат қағазбен ғана кіреді. Кім келсе де бұл үйді сыйлап, әдеп сақтайтын әдет емес пе? Соның бәрі жайына қалып, екеуінің ұрсып тұрғаны мынау. Біреу болмаса, біреу көріп қалар деп қыпылдап тұрым. Мәдениет бөліміне келетін адамдардың сиқы мынау ма десе, не дейсің? Енді олар емес, қарап тұрып мен қысылайын дедім. Мына ұрыстың үстіне біреулер келіп қалып, масқара болмасақ жарар еді деп қорқып барам. Сасқанымнан кабинеттің есігін шалқайта ашып, сыртта айқайласпаңдар, бөлмеге кіріңдер деп жалынғандай боп екеуін ішке алып кірдім. Екеуін кіргізіп жібердім де жүгіріп Устиновқа бардым. Жағдайды айттым. Екеуміз үкідей ұшып менің бөлмеме жеттік. Әнуар мен Әбдіжәміл бір-біріне қолдарын сілтеп айқайласып тұр. Нұрпейісовтың аузынан сол баяғы мальчишка, дурак деген сөз естіледі. Онсыз да ашуға булығып әзер тұрған Әнуар одан сайын қалшылдап, сілкініп қолын шошайтады. Сен аурусың дейді. Бұл қандай ауруды айтып тұр деп алғашқыда түсінбедік. Ты больной, страдаешь манией величия дейді. Осы сөзді қаншама қазақшалап айтайын деп әрекеттеніп ақ көріп едім, қазақшасы шықпады. Сондықтан осы орысша айтылған қалпы қалдырып отырмын. Устиновте көз алақтап шошып кетті. Екеулеп араша түстік. Орталық комитеттің ішінде бұлай сөзге келгендерді жарасымсыз, ыңғайсыз, екеуіне де лайықсыз екенін айтып, ұялтқан болып жатырмыз. Бірақ біздің ақылымызды тыңдайын деп тұрған олар жоқ. Әнуар айтатын сөзін айтып болып, қолын сілкіп, есікті тарс еткізіп серпіп жауып кете барды. Үшеуміз селбірейіп қала бердік. Әбеке, сізге не болған? Жасыңыз болса үлкен, мұныңыз не дейді? Устинов сары уайымға салынып. Әбекең сасатын емес, жайғасып отырып ашуын басты. Әбеке, жанжалды бастаған өзіңіз, Әнуардан кешірім сұраңыз дейді Устинов, бір түрлі ыңғайсызданып, жалынғандай боп. Әбекең кешірім сұраудан бас тартты. Ол мені ЦК-ның тыңшысы, құпия астыртын кеңесшісі деді. Сен не айтасың? Есенәлиев пен Устинов соны айтады. Тура сенің сөзіңді қайталайды дейді. Кешірім сұрамайым деп үзілді кесілді бас тартты. Достоевский мерекесіне байланысты болған бұл жанжал жазушылар одағы мен мәдениет бөлімі қызметкерлерінің арасындағы онсыз да жылуы қашып бара жатқан қарым қатынасты одан сайын шиеленістіріп, тек сықиған ресми түрге ауыстырған сияқты. Әнуар бұрынғыдай бөлімге өздігінен келіп, ақылдасып, кеңесуді қойған, шақырған жиындарға келеді, сұраған қағаздарын береді, одан артыққа бармайды. Мәдениет бөліміндегілер Нұрпейісовтың сөзін сөйлеп, дегеніне ереді, одақ басшыларын жақтағысы келмейді. Бұлардың жұмысына кедергі жасап, кесірін тигізіп жүргендерді іштей қолдайды деген күдіктен шыға алмаған сияқты. Ал күдіктәні қашанда жақсы жеміс бере алмайды ғой.